Да. Қайырлы күн құрметті достар. Біз тіріміз. Мұратхан 31 каналы тірі. Өмір бақи тірі болады. Бірақ осындай айлар сайын чарпылатынымыз. Өйткені қазір уақыт жоқ. Барлығымыз жұмыстамыз. Солай. Жалпы құрметті достар, бүгін Road Life жобасының финалы 1-8 емес. Road Life финалы общий 4 команда. Негізі 5 команда қатысу керек. Теміртау өзінің бір себептерімен келе алмай қалды. 4 команда: Техас, Чикаго, жастарымыздан Омар ұрпақтары. Біз бастаймыз. Будыш! Құрметті көрермендер, дауылдатып, борандатып, көптен күткен финалымызда келіп қалды. Ондай болса, кеттік. Келе шығатын бүгін финалға деген іріктеліп жеткен 4 командамен таныс болайық олай болса. Бірінші, политехникалық колледжден келген Чикаго командасы. Мектеп лигалардың вице-чемпионы 14-ші мектептен келген Жастар Базар командасы. Олай болса, келесі осы Road Life'тың алдыңғы жылғы чемпиондары. Осы жыл тағы да чемпион боламыз деп келіп отыр. Өздеріңіздің сүйікті командаларыңыз. 19-ші мектеп Техас. Келесі шығатын командаға барлығы үміт артып отыр. 15-ші мектептен келген есілдің чемпиондары, Қостанай ашық қалалық ашық лигасының чемпиондары. 15-ші мектеп Омар ұрпақтары. Олай болса, командалар дайын болса, сәттілік! Біздің бүгінгі ойын 3 сайыстан тұрады. Бірінші сәлемдесу, екінші көрініс, үшінші финальная песня, ән. Бірінші шығатын Қостанай ашық лигасының тағы қайта айтып кетші дейді. Қостанай ашық лигасының қалалық лиганың чемпиондары Омар ұрпақтары жайдырған тобы. Енді жәннен кейін аламыз. Сонымен көреміз 25 жыл бойы дәрігер болып істеген ағамыз тамада болып кетсе. Ағайын, тойға қош келдіңіздер, ет-етке сорпа бетке ұқыл. Қайырлы кеш жігіттер, финал, маңызды ойын. Кетті, мен темекі қайдам. Қайда, темекі, зиян бұл темекі деген. Темекі зиян деген сыртында да жазылып тұр ғой. Алданбайсың ба? Алданбаймын. Қандай алданбайсың? Экранға назар аударыңыздар. Тым жоқ. Әсет? Ondayga aldanmayсың ба? Aldanmayмын. Енді қандай алдансың?
жастар бізді Артурдың түріне алған ғой. Мынау әділқазылар туралы әзілдейік. Осы әрбір жайдарманшының өзінің бір түсіретін контенті болу керек. Мысалы, Боти Бауырсақ мынандай контент түсіреді екен. Прикинь, бүгін біздер қала жағаттарына көшетін, ойбай, қыздар жайлы айтатын боламыз. Прикинь, прикинь. Болды. Мен аз тұр деп жазып қоясың. Давай, жазып қоясың. Кім Боти болды ма? Мына қарафон бізге аударшы, не әңгіме жазып берші. Не әңгіме. Рудный командасының ойынын қарап, соларға еліктеп кетеміз. Мысалға қараңдаршы. Бұлар 91-ға еліктемеңдер де солардың өлеңін кешке тыңдап жататын. Сосын андай, сөз хабарласамыз ғой дейді да, деген біздер шығарғанбыз ғой. Сосын андай болады ғой. Инстаграмда брат историяға салып жіберші дейді. Бол, брат деп салмай кететін. Еще андай индрайверге Яна деп жазып қояды да, фотосына әдемі қыздың суретін қойып қоятын. Сосын андай индрайверге екі такси шақырып, сол қайсысы бірінші келеді, соны біріншіден қойып кетеміз. В общем, сондай адамдар. Ендеше Рудный құрамасына материал жазып жүрген Омар Бақтар кеттік. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena, hey, put the chopper on a nigga, turn to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey Macarena, aight. Бүгін маған беріпті, сонымен тамашалаймыз. Өте шыдамсыз мұғалім. 2 қосу 2 неше болады? 4 қой, 4 соңғы неше болады? Әлеуметтік желідегі майыр қызметкерлерімен сөз таластырып, дұрыс бұрысын айтып отыратын заңгерлердің видеороликтеріне тойып тоқ жинап алған жүргізуші. Тоқта, өтірік айтамыз. Қарымбаев, құжаттарың бола ма? Причина остановки. Хайдар причасы басын жазамен 2 адамды қағып кеттің 80 жүретін. Ратомдағы кереңсіз бір жағдай. Айгүл, тудың ба? Тудым. Мен саған тамақ алып келдім ғой. Қандай тамақ? Манта. Айгүл, Ал? тудың ба? Иә, тудым. Мен саған тамақ алып келдім. Қандай тамақ? Макарон. Тоқташы, сен Айгүл келдің ба не? Мен келіп тұрмын ғой оған. Қалайсың да сен келіп тұрсың? Кәрі, бір ма қойыңдаршы, ана мантысы бар адам кіремесін қалыңдар. Қатты әзілдеп қоятын ит. Тіленбеске ойлап айтам. Сонымен тамашалаймыз президенттердің анонимді клубы. Мен Украина президентімін, бос уақытымда той басқарамын. Мен өзбек президенті бос уақытымда киім сатам. Мен Мейірбек Үсенов бос уақытымда тойға шығамын. Кичара, не осы? Мен Қазақстан Республикасының президенті. Көп шешімді өзім қабылдай бермеймін. Босатпа не? Ойын соңында қамшының сағын, оны фемен айтып қойды. Сіздермен болған Омар Бақтары, басым үшін рахмет. Рахмет. Бірінші болып шығу әрине оңай емес. Кішкене балар қобалжуда, тағы да бір шапалақ есеп қолдап қойсаңыздар болады. Енді біздің осы финалға 5 команда қатысу керек еді. 5-ші команда Теміртау командасы, ол белгілі себептермен қатыса алмай қалған болатын. Сол себепті осы 4 команда финалда.
Ал енді келесі біздің команда барлығы чемпион болды, біз ғана чемпион болған жоқпыз әлі деп жүрген. Келесі біздің колледжден келген, политехникалық колледжден келген Чикаго жайдарман тобы. Я 2 на 2 редакции. А я с подаренным бургом, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видит лишь раз его доводила всем тем, кто проходили мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что я сделаю будет видно. Коридоры длинные, окна решетка. Әркім көктен әртіп алып, біреу жылай, біреу ойнай. Енді біз қолымыздан дөңгелмей тартып алдық енді. Құтты болсын жігіттер, чемпиондық құтты болсын. Чемпион құтты болсын. Мына көк аз болмай ма? Ана жерде лучший игрок тұр, соны алайын мен. Мен алайыншы? Мен алайын. Жігіттер, еркекше шешейік оны. Сөйлефа істейік. Сөйлефа. Ой, құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет, енді қалай болады екен ол? Бірінші рет КВН ойнап тұрып, лучший игрок алып кеткен. Жарайды, енді алайын. Командалар енді ренжімеңдер енді. Осындай болып қалды. Ана жерде бір-екі номинация бар, соны өздері бөліп алыңдар деген. Сен кет, жұмыстар бар. Я 2 на 2 редакции. Әзілдерді кен, не болып? Жыла жүргенде отырсың, кәдімгідей беріп, тұра тұрсың мына жерде. Не, тұра тұрсың? Боти, не өлтіріп жүрсің? Қыздар бәрі жылап жүрген жақта, жалып істен. Бір қызы келіп тұр ана жақта, ке Ахмерек. Боти, сен немене қыздар жаман деп жамандай бересің. Натып башлата ұлдар туралы жамаймыз сәй. Осы бар ғой, ұлдар түрге қарамайым деп жан дүниеге вообще қарамайды ғой. А прикинь? Ал ендеше чемпион болып қойған Чикаго біз бастаймыз. Тағы да қайырлы кеш. Ең бірінші әзір 2080 жыл Иглздар қаптап кеткен бата беретін шал таба алмау үстінде. Кім бата береді? Білесіңдер ме? Біреу өз. Бата десе қолын жай, мен берейін ақ бата, бәрімізге бақ бата, дастарханға шақ бата, әуейді береді бибеші атам. Келесі әзір балалық шаққа саяхат жасайық. Балабақшада осындай апайлар болады. Сіздермен бірге Чикаго. Рахмет Чикаго командасына. Келесі команда тыныш. Келесі команда олай болса мектеп лигасына вице-чемпион болып, енді осы премьер-лигада Рудлаевта чемпион боламыз. Вице-чемпион қайтадан болмаймыз деп келіп отқан Жастар Базар командасы. Bir şampala bak,
мягкий знак әлемет, твердый знак әлемет. В общем, бірінші ауыстырасың ба, ұра бересің ба? Кеш шары руный. Армысыздар жиналған көпшілік қауым, биік қойған жанынан ұлдың арын, ұл өсірген қазақтың қайғысы осы, қатал сынға саналатын әр қадамын. Атым Артур болады сұрасаңыз, аю екен кешегі бір атамыз. Әкем аты Қасқарбай Асқар тауым, пана болып біздерге жүрсеңіз. Ұстазым Нұрмалбай аяулыдан. Мәжеледі. Тырнайыз алып емес пе? Біздерден бар білген аямаған. Күс-күс болып жүргенше, ая болып жүрмес пе? Мысалы, сана дегендей, сауна екен ғой. Біздерден бар білген аямаған. Осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көңілі доярмаған. Жігіт сұлтанына қош келдіңіздер. Рахмет командам өз өнер сайысына жайдарман ойнап беріп жатқандарына. Қайдағы жігіт сұлтан? Бұл жайдарман Рудлайф чемпион болу керек. Сен жігіт сұлтанды алмайды да ша? Чемпион болу керек. Сен чемпион екен білесің бе өзі? Чемпион деген екінші орын ба? Жоқ ол вице-чемпион ғой. Чемпион деген бірінші орын. Онша чемпион болмақ қояды. Сосын жүреміз Техас сияқты мектеп лигасында шіріп, іріп, кіріп, бойымыз өспей. айнып. Қудыртпадыңдар ма тағы? Осы әзілдің өту үшін ұдырып сенің артың жоқ келіп тұрмын. Осы әзіл өткенде кейін мені шақырмаңдар. Жігіттер сендер болашақтарын қалай елестетесіңдер өзі? Мен осы оқуын бітіріп, болашақта мажор болғым келеді. Мен болашақта жеке кәсіп ашып, жеке кәсіпкер болғым келеді. Мен оқу орнын бітіріп, шетелдерді аралап саяхатшы болғым келеді. Ал менің болашағым бұлыңғыр, қап-қара түнек, тұман. Мен келе жатыр. Сен шықтың аралап бөлмеден. Басқа бөлмеге кеттің. Бұлыңғыр болған соншалық қазір айтатын сөзімді ұмытып қалып тұрмын ғой. Біздің командада бір дәлелденген, бір дәлелдемеген қыз бар. Артур оны бүкіл бойынша айту керек пе? Мен сені айтып отқан жоқ шығар. Біздің де бір жетекшіміз бар дегендей. Асылжан, сен мені осы екі қызбен шыға бересің ба? Менің де екі қызым бар, просто біреу дәлелденбеген. Бұл мен секретаршыларым ғой. Күндізгі секретаршыларым, ал мен кешкі секретаршыларым ғой. Ендеше болашақта мажор емес, майор болғысы келетін жастарымыздар. Біз жалғастырамыз. Әскерде картошка ашып болып жүрген ағамыз қалай өтті. Сонымен көреміз тирда. Жан, істерге бардың ғой, автомат атып білесің ғой. Ана ойыншықтарды атап берші маған. Басқа магазиннен алсамыз ғой. Сен мылтық атуды білесің ғой. Оңай ғой, атып алып бересің. Сатып алып берем ғой. Жоқ, атып алып бер, романтично болады ғой. Қазір. Ассалаумағалейкум көке. Уағалейкум ассалам. Кәме өтіріктен атамда, сіз біреу құлатасаңыз, одан кейін мына жерге қолын сүртіп, тазалап кетемін ғой. Сонымен көреміз, бәріне дайын жүрген әкім. Ой, осы қаланың тұрғындары, мен сендерге осы жылы бүкіл салып берем, ғимарат та салып берем, жол да салып берем. Саған ешкім сенбейді ғой. Шын айтам мен,
салып берем деймін. Нан ұстап тұрмын даже, міне. Нан ұрсын. Тек шаттау керек та. Үйде ата-аналарым шоқ болған кезде осындай қызықты жайлар болады екен. Алло, менегім бар. Үйде отыр мен. Қалайсың ба? Жақсы. Бөлмені көрсетіп жүрші кәне. Міне, тыныш отыр. Кәне, айналшы. Міне. Бәрі дұрыс екен. Ана Марғұн ағай не тұр? Осы ойынға неге костюммен шықты деп ойлап отырған шығарсыздар, Просто асыл жаңа военный формасы сыймай қалды. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Дмитрий Михайлович Карпшев атындағы Жас Сарбаздар жайдарман командасы. Командасына. Ал келесі өздеріңіздің сүйікті команда чемпиондардың чемпионы болғысы келетін 19-ші мектеп Техас жайдарман тобы бір шапалақ болса. Çayliye melaliye Makbir hürlet ağlamande Alaka bomba Oraға қарамастан финалға келген көрермендер армысың? Шектер қыса, бүгін ақтық мәре, армандар орындалатын. Мысалға алайсың де қандай арман бар? Мен тек ержеті бір машина алсам ба дейм. Лексус ба? Жоқ, менің Toyota'yы дағым келеді. Машина дегенде шығады, әр мектептің қыздары машинаға теңейік, теңейік. Мысалға 7-ші мектептің қыздарын қандай машина теңеуі бар? Олар деген Ягуар ғой. Неге? Андай ше, май құйылмайтын, не запчасть табылмайтын, капризный машина ғой, капризный. Ал енді 15-ші мектептің қыздары ше? Олар деген выделывочный ғой. Неге? Андай, қалай айтсам болады, спортивный ғой. Алтта жеті апион. Енді өзіміздің мектеп 19 ше. Біз Toyota'мыз. Ал менің Toyota дағым келеді. Сендер менсіз чемпион болам деп ойлап тұрсыңдар ма? Ей жаным, қайырталы жиналмай қалған естіген Мақсат, ана басындағы не? Паппа. Мақсат басындағы қасындағы кімдер? Қасындағы тұңғыш елбасымыз айтқан жоқ па? Екі сиыралда жағдайын жасап қайт кетті. Мақсат, оны елбасымыз енді айтып отыр ма? Біз ол екі сиырды 2 жыл бұрын алып қойдық қой. Сиыр демекші, сендердің командаларындағы Асет, қыз десе өлең. Өлең бәпесі. Тексерейік. Айнұр. Қондырсе. Мақсат қыз. Айнұр. Қондырсе. Динара. Қондырсе. Димаш.
ақтық мәре армандар орындалатын Иә. әсет сенің қандай арманың бар кім болғың келеді Мен өскенде бір депутат әкім баба болғым келеді. Анита сен ше Мен юрист болғым келеді. ой жақсы аяжан бірақ сен өспейсің абыл сен өскенде кім болғың келеді Мен өскенде КАИ қызметкері болғым келеді. не бір ешқайсылары жұмыс жасауға келмеймін Жігіттер қызы, мен кеше көшеде келатып бір сумка тауып алдым ғой. Ана сумканы ашсам ішінде пудра, туш, помада, общем қыздардың боянатын заттар екен. Мен ойлаймын сонда 7-ші мектептің 15-ші мектептің қыздарынікі ма деп. Мен де сумка тауып алдым алдында. Ішін ашпасам пласкопс, шеге, балға, цемент. мынау явно біздің мектептің қыздары жұмысы Ендеше өзінің мектебінің жақсылығын асырып, жамандығын асырып жүретін 19 қыздар келді. Сонымен достар тамашалаймыз, өте қатыгез асаба. тынышталайық ағай тынышталайық бір айтқанда қою керек қой негізі адам деген бар ғой ше мына ақордада жүрген балаларыңыз керек болса алыңыздар Сонымен тамашалаймыз, үшеуге сылтау таппай жүрген әке. Папа, носкиімнің басын тесіп алдым. осыдан кейін қалай ішпейсің Жаугершілік заманда қазіргідей позитив, креатив болса қалай болады екен? оу қабанбай Ау Бөгенбай, не болды? туған күнің не туған күні сәні Сәні болса сәні шығар. Мен жауғаттан айнеп тұрмын ғой дәл қазір. атырауызың өміріңде не болды ма Елесіп жауғаттан баратым. Аттанып баратым, алдынан бір жоңғарды шығады да. Тәттіген, красный варштасы жақсы ма? Сладкий батырдан кетемін ғой. сен оларға айтсай қолмен емес аппаратпен қасып Сонымен тамашалаймыз, өзінің халқына 5 рет парамен ұсталып қалған әкім. Болмайды, жоқ. тынышталайық ағай қатын өзімдікі лично өзім ақшамен алғанмын мен оны Махаббатқа беріліп кеткен ит. Жат. жатқызшы мені тамағымды уқалап берші бітпейші Сонымен тамашалаймыз, заман шындығы концертте болған оқиға. Мынау ән бір дауыс жоқ, не әні жоқ. Қызық емес пе? Кім мынау ше? Жігіттер, сендер қайрат тұтас жамандамаңдар. Ертең жұлдыз болады, әнші болады, көресіңдер, тыңдандар қайрат. Мынау жұлдыз болса, мұртыңды кесіп беріп кетші бар. Көресің, жайлы жігіттер 10 жылдан кейін. Азулыға бартаман, аузыға тартаман. Алатаудың басынан көш келеді. Келген сайын бір тайғақ қос келеді. Ұлман кетті доғыз. Шерет қойып. Мынандай адамдар тыңдау үшін келдік па? Дегендерді. Не, әні жоқ. Әні жоқ. Бейсіңден. Сендерге кезінде айтып ана қайрат тұтас тыңдандар жүр. Енді қайдағы жоқ шашын бояған қыздар тыңдап. Жігіттер концертке барамыз. Концерт?
Кімнің концерті? Назарханов Мейрамхан. Ойбай! Ол да концерт беретін болғанда кеше ғана Ақлағаға 3000 теңгеге плюс берген бала. Тоқтады. Оның жүргізушісі кім? Ербол Алмасан. Ойбай! Ол да бір нәрсе жүргізетін болғанда. Рахмет. Ойын соңында жайдарманды, яғни КВНді бір нәрсеге теңейік. Яғни UFC-ға теңейік. Екеуі де 3 әріп. Мысалы сахнаны автогон деп алайық. Яғни ринг. Ал жүргізуші ешетада Дана Уай. Кез келген жерге араласып кетеді. Ал әріқазылар алқасы олар төрешілер. Сахнаның артында командалар, олар UFC-шілер. Ал біз Хабибпіз. Енді алда макгрегорлер мен Тонилардан ұтылып қалмайық. Сіздермен бірге болған өздері Хабиб секілді екінші рет дәлелдеу үшін келген Техас жайдарман құрамасы. Рахмет! Осымен сәлемдесу сайысымыз аяқталды. Ендігі сәлемдесу сайысына көтеретін балдар. Әскерде болған жағдай. Өз қызын казарма алып келген сарбаз әскерден қолбасшыдан таяқ жеу үстінде. Дәлелдемеген алып кеткен ма? Бұл дәлелденген версиясы. Оған күмән болмасын. Мен бұл рөл ойнай алмаймын. Менің де ойнағым кеп тұрған шамалы, өзі командада бір-ақ қыз, үйто сен. Бұл да бір өмірдің сынағы шығар. Тағдырға қарсы шыға алмайсың. Қайтеміз ғой көнеміз көмегенде. Негізі бұл көріністің аты бар ғой, тағдыры талғандалған Артур деп қою керек. Артур, сіз? Мен сен қызың бола алмаймын. Менің залда жігітім отыр, саламат дейді. Менің де залда қызым отыр деп айтайын десем, Инстаграмда подписчиктер азайып кетеді ғой. Өзі 10 подписчик, оны да еркек. Артур, сіз мен бұл рөл ойнай алмаймын деймін. Меніңше мен саламат деп елестетсей, мен бірақ саламат сияқты істей алмаймын ғой. Ақшам жоқ, гүл әпер алмаймын дегендей, бірақ рухани, физический жағынан болса аямаймын ғой. Отан үшін, ел үшін, домашка үшін, от души, до конца. Артур, неге келдік мұнда? Сен кіріп қойдың ба не? Кіріп алайын. Шында, неге келдік мұнда? Мұнда кіруге болмайды ғой. Қорыққа өзім кіргізіп шығарамын ғой. Артур, сен алды сөйлескенде айтып едің ғой. Жо-жо саламат, бұл жайдарман, рөл ойнату керек. Вот именно сен ойнатсай, сәл қыздың рөліне кіріп дегендей. Әскерде мықты жүремін, деттердің үстінен қараймын деп едің ғой. Дет сеттеріңді алам да, мет қылам да, мет аламын өткізіп жіберем ғой. Ол аз десең, дет сеттеріңді алып, мет қылып, Ридегі мет деген мамандыққа грант қатысып жіберем ғой. Менен ұзындарың бар ма не? Шіләңгі, сен ба деттердің үстінен қарайдың? Дұрыстап айтса, түсінікті қылып шіләңгі деп. Сен деттермен қалай сөйлесіп тұрсың? Детсің ба не? Ассалаумағалейкум дет аға. Шіләңгі, басына туды өлдіремді желбер тұрып қойым. Тудың авторы кім екенін білесің ба? Залда тудың авторы кім екенін білетіндер бар ма? Жоқ, дұрыс емес. Тудың авторы адамның ебі. Просто қызыммен тұрып, жей берсеңші. Просто тұрмай қимат тұрсай, тұр.
Гаман, біздің су жақ қайда? Қайсаны, косячный бутылочек па? Енді жетпеген, сендер енді. Тағыз алып келдің, әне. Көрмедік па? Құлан жоқ тұрш. Просто домашка болып тұр да, әйтсе давай деп тұрған ба? Ойнап айтам, просто әскерден серьезно күтем деп тұр. Күтпесе есі що, білесің ғой тілікті? Ой, дәмеленбей ақ қойыңдар. Күтем деп тұр ғой. Күтеді ғой. Күтесің ба? Күтеді ғой. Деттерин келді, служактарың келді. Істеген ма? Деттерин келді, служактарың келді. Енді капитаның келді, ұсталып қалып жүрерміз. Қызым, Әке, мынау кім? Қайната? Қызым, мынау кім? Әке, бұл менің жігітім. Қызым, мынау мылтық аталмайтын, мылтық ұсалмайтын жігіттер керек емес. Зато болыңыз таза болады. Неге әскери тақырыпты таңдап деп отырған шығарсыздар, иә? Просто директорға қарсы шыға алмадық. Сіздермен болған жастарымызда жайдарман командасы. Рахмет. Келесі көрініс сайысымен өздерінің екінші болып шығатын Омар ұрпақтары бір шаба алып қойып, сақтырақ кішкене ұйықтап қалдық. Тағы да қайырлы кеш, 31 желтоқсан, жаңа жылға 3 сағат қалды, Нұрқасымның үйінде. Ё-моё. Тезірек болса екен жаңа жыл. Не қандай екен? Балам бүгін не істейсіз жаңа жылда? Мен достарыммен серуендеймін көшеге барып. Мен Мәкен жаққа барамын, сол жаққа жаңа жылға асылып жүремін. Мәкен жаққа ма? Сол достарыма барамын деп отырсың ғой, иә? Иә, достарым. Үйге ешкім кіргізбеңдер. Шоғырға дұрыстап отырсыңдар ма? Не істесем екен, достарымыз звондап үйге жаңағы хата туса деген нәрсе істейді. Бүйтіп звондаймыз қазір. Ақтілек. Алло, Ақтілек. Ау, да. Қалайсың? Жақсы өзің. Нормалайсың. Ақтілек, сен бүйтсе біздің үйге келсе, біз класстастар болып отырайын деп жатырмық бүгін. Оны естіп отырмын, біз бұлаяқта 2000-нан шығармадыңыз ба? 2000-нан? Мен ана қыздарға айта алмай отыр едім, қыздарға. Тоқтатыршы, мысалы бір естетеші. Моля келеді ма, Моля? Моля келеді? Моля келсе бара ғой, білесің. Давай. Ё-моё, мен Ақтілекке Моля келеді деп қойдым да. Моляға звондау керек қой, иә? Алло, Моля? Алло. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, мен бармын. Моля, сен бүйтсей, кезей бүгін класстастар болып жиналып отырайын деп жатыр едік, бір хата деген нәрсе ғой. Ақтілек келе ма? Иә, Ақтілек келеді. Бармаймын онда. Соңғы жыл ғой, кеш онда ештеңе болмайды ғой. Жарайды, барсам бара қойшы. Давай, рахмет. Ақтілек, Моля, кім енді кім? Нұрлыбек деген досым бар ғой, класстасынан. Алло, Нұрлыбек. Алло. Қалай, Мұқал? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Нұрлыбек, бүгін біздің келсе бір отырыспа болайын деп жатыр, сол отырып кішкене қыздармен. Баруына барам ғой, бірақ не ғой? Құттанатын комната менікі. Давай. Сонымен арадан 2 сағат өтті, Нұрқасымның үйінде. Міне жиналып қаласыңдар, рахмет сендерге, рахмет вообще, рахмет. Таныстырған жігіт Нұрқасым бергеш? Мынау да қоймада, ал. Кухняда продуктың бәрі бар ма? Продуктың ба? Бәрі бар, иә. Кухня қай жақта? Кухня, күнде келіп жүрсің ғой, күнде. Бүгін ночевкамен ба? Қыздар ночевкамен ба? Иә, ночевка, все, давай. Сөйтіп, короче, келеміз да. Мынау кім? Құртатта жүреді. Ой, Салтанат! Ой, сен надоелсің конкретно бар ма? Жігітің неге шақырасың? Басын жаза қойма. Сен шешіп берсің. Шешіп беремін ғой мен. Не шешем? Сен майын шешем. Шешіп бар.
Том айбол ұнамайды ше осы кездері маған. Шешті бұл айттым ғой. Содан 5-іне шейін 10-ыңды шығып керек. Жігіттер, осы жаңа жыл екен, мен сендерге өзім сыйлық дайындадым. Қандай? Интрига болсын. Не дайындадым? Ақшаға келдім. Кешіп қоймашы. Не дайындадым? Көптен дайындап қойдың ба? Кешіп қоймашы. Мен сендерге арамызда үлкендеріміз болсын деп өзіміздің кімді деп ойлайсың? Өзіміздің мұғалімді әкелдім. Мұғалім апай кіріңіз кетті. Міне. Мұғалім не? Отыра беріңдер балалар, отыра беріңдер. Жиында қайтамын үйге. Ойларман болмаса? Физруға қайтарып келді ма? Физруға қайыр? Иә. Жігіттер, жаңа жылға 1 минут қалды. Назарбаев ағамыз сөйлейміз дейді, президент ағамыз. Орнымыздан бокалдарыңызды бағам жоқ. Достар, санаулы сәттерден соң біз жаңа 2019 жылға қадам басамыз. Жаңа бұл біздің президент емес қой. Енді новый президенттің жаңа жыл құттықтау енді запись болып жатыр да. Сөйтіп, короче, кеше барамыз. Тойлай берейік, бастап кетті, тойлай берейік. Давай. Алыс шаһардан өскен шаһарға. Я балалар, кім маған таппай берсе, соған сыйлық беремін. Жүрсе, микрофонды ұмытып кеттің. Айтса. Тақпаға айтшы. Сен үшін айтамын мен. Аяз ата, түсірмейсейші, түсірме. Аяз ата келіп тұр, мен Фаризаға қарап тұрмын, сен маған қарап тұрсың. Мынандай бар болмаса, мынандай бар. Аяз ата келіп тұр. Аяз ата Ақшақармен келіп тұр қойшы. Ақшақар Нұрбек Ақшақарға қарап тұр. Тоқташ, Нұрғазым, жаңа құлттанатын комтобус ба? Құлттанатын комтобус. Жүрсек әкіз көрсек. Сендер басқа шықтыңдар ғой, апке бер. Не конкретно? Неге? Жай. Тоқташ, мен үйім ғой. Өйтіп бүзірдің үйіне келіп әңгіме айтқандар сендерге. Ондай. Әке, Ақшақар қой, балам. Не отыр не жерде? Отыра беріңдер, жастар, жаңа жыл, нормально, отыра беріңдер. Құлттанатын комтаға да кет, бір. Сіздермен болған жаңа жылды тек қана сахнада тойлайтын Омар ұрпақтары. Рахмет. Рахмет Омар ұрпақтарына осындай көрініс сайысына. Келесі шығатын 19-шы мектеп Техас жайдырмады бір шабдалық бек. Қыс мезгілі немістерді барлауға келген қазақ әскерлері. Ойбай, мұна немістерді ыңқылдатып қуғанын айтайшы. Жігіттер, жаңа шайғасып отырайық. Жаңа соғысып келе жатырық қой. Соғысып келе жатқанда алдынан ана бір өзіміздің адамдар атына бірдеңе қылды ғой бізді. Сонда қалай? Ана танкімен жарық жүріп кетіп, аймен сәулесі келіп бірдеңе болды жүр. Ол деген ана көрші штаттағы Сереганың танкісі ғой. Андай жаңа жылға арнап кетті, той жетер емес әндеп қойған. Жігіттер, отырып енді өзім шайқаса берейік. Саудау көмекке. Айбай, аяқ немістерден қашан. Жігіттер, жаңа жылда келіп қапты. 42-нің басында келіп едік. Бүгін 44-тің қысы. 2 жыл
отбасысыз 2 жыл мейрамсыз. Жақсы болып қатынсыз, әрқайық. Қазір, анау жолдасқа қандай келем деген үшін өзіміз дайындалай берейік. Біздің қатын ашу жаман бар болсын. Не отырсы? Тұр өсінде отырға келдіңдер ма не? Не істейсіңдер? Тұңдар, тұр деймі? Ұрма балам, Так, сарбаздар, бүгіннен бастап сендердің әкелерің де, шешелерің де мен болам. Не біле қоштыңыз сіз ба не? Күттір, түгел денеміз. Қуанышев, Асанбаев, Жарылқасын. Көрмей тұрсың ба не? Өне өтір. 200 адамнан үшеуің ақ қалдыңдар ма десеңдер? Так, сарбаздар, маған бүгінге әдем автоматтар дайындап қойыңдар. Неге? 12-ден кейін аспанға салют қылып атамға жаңа жылдағанмен деп күшті болады. Бір-екі граната беріңдер, сосын штабқа апарып жарыс беріп, командирге жаңа жыл құтты болсын деп салют болады, күшті болады. Бағана үшін осы идея келіп тұрып, мықты идея екен. Так, сарбаздар, бүгін соғыс. Күнде соғыс қой бізде. Бүгін күшті соғыс, әдем немсереді. Нең бар тұра берсей? Кеше сендерге атуды үйреттім ғой, атыңды ашқанды. Пұду! Немене білем, жөнді өтсе? Автоматтың өзінің дауысымен атсай бар ма? Жайғасың түнде маштан келме, деріске болып отыр. Жолдас командир, не істеп жатыр? Соғыстамыз ғой біз. Ертең болашақта осындай бірдеңелер шығады деп дайын болсын. Осы бір әнді түсінбедім мен бар ғой. Қал неге? Тараз шаһардан Шымкент шаһарға дейді. Біреу келін болып кетеді, соған өліп жылап ән шығарып соған. Тараз бен Шымкенттің арасы 300 километр ғой, білемін ғой мен. 300 километр соған ән шығарып жатыр. Қытайға да қаншама қыз кетіп жатыр ғой, ән шығарып жатыр. Жемене сағат. Жолдас командир, жауды қарасы көрді. Жолдас командир, кеше сіз мені төбеге барлауға жібердіңіз ғой? Сол барлап бердім кеше. Не болды? Төбеге шықпап едім, бір-екі қараны көрдім. Қара? Ізіне түсіп қашты onlar. Қашты, қудың. Ізінен қуып бар жатыр, жеткізбейді. Автоматтан қычық дегенде бах, мафак туаттым екеуі. Мафак туаттым. Сосын телміреп жатыр екен екеуі. Қасына барып жатырмын, ойым. Сосын біреуінің басына фак, екінші басына фак. Фактыларды жібердім мен. Бәрекелді, сосын? Сол бүгін кешке қуырдақ жейміз қояннан. Неміз тапқандай мақтанып айтып жатсың ғой сен. Жайғасы қаруларын тексере беріңдер. Точно жаудың қарасы көрініп жатыр. Туан келеді жаудың қарасы. Не бере, негілеріміз оқысып жатыр па? Жау орманда жақында. Айбай, аяғым. Қуанышым, дүрбіні бер. Жолдас командир. Не? Біреудің аяғы ұрылып жатыр. Нең аяғым бұл? Сіз жаусыз ба не? Жат тыныш. Жолдас командир. Не? Неше шығысыз? Сұрайттарсың сұрадыңыз сен? Қызық. Тынышы. Аман жаймын. Жолдас командир. Не? Қазір қай мезгіл? Қыз ше. Бәсе бір астынан ызғар өтіп отырды. Жолдас командир. Не? Аяғымыз торт екен. Құладыман жерде жаңа. Сен де шашында бол. Жолдас командир. Не деймін? Не жаңалық? Не жаңалық? Сол соғыста шыққан мен. Сол кеше пақандарды атып кеткен. Сол соғыста жүрген. Өзімізбен что там өздеріне жаңалық? Сол біздің мақандарда. Шаты!
демей қойсай анада. Бұта! Деген болады осы жерде. Жарайды. Жолдастар, Кей жатыр ма? жолдыңдар кісі көріпті. Жинақталыңдар. Ал жолдастар, мінекей, алдымызда бір мақсат қойдық. Тылда жатқан қаракөз қандастарымызды құтқаруымыз керек. Қайтсек те, отан үшін, жер үшін, өзімізді және артта қалған бала шағамызды құтқаруымыз керек. Тек сол болсын. Алда біраз мақсаттар бар. Сол үшін де. Қашта атсақ та енді. Тоқтатса күшті нәрсе айтып отырмын, тыңдасana, күшті кетіп отырмын. Ешкімнен қорықпай, тек соғысайық та нормально бол. Давай. Отан үшін, жер үшін. Алға! Жоқта! Бақ! Тоқта! Жаңадан бері қорқып атқанымыз мыналар ма? Какой-то кадет. Рахмет. Үлкен рахмет. Ойын соңында қан майдан соғысты ата-бабамыздың қанымен келген жаңа жыл, ата-бабамыздың қанымен келген тұғырлы тәуелсіздігімізді қайдағы бір қиял ғажайыптан шыққан, қайдағы бір жаңа жылдың етегінде қалдырмайық. Сіздер Қосылады бұлар. қосылады. Сіздермен бірге болған автор сценарист Ермекбаев Қасымхан. Ешқандай кадеттен де жаудан да қорықпайтын тек қашадан отырып алып кетеміз по-любому. Рахмет. Рахмет, оны қойын жарайды. Ой, болса Чикаго құрамасы біршама барып қой екен. Керемет кеш болып айтыр, Я, рахмет. Сен осы кезіңде немен айналысасың? Мен өнер жолындағы сол бимен ғой, сен өзіңше? Сол менде өнер жолы ма? Тамашалаймыз достар. Муслима кафесінде болған оқиға. Ертең шықпадың ба? Именно немен айналысасың? Сваркамен айналысамын, сварка. Сосын? Ана саксофон бар ма? Соны мен ғой тартып атқан. Мен ғой сварка деген. Сосын? Сол тартып атқан мен деймін. Сосын? Сосын дей берген несің? Мен мынандай істей аламын қара. Тартсай. Әрсе осы қолыңмен официант шақырасың. Шаға берсіздер мен. Ашық сөйлесе. Пердені жаппаңдаршы вообще. Пердені жапқан сайын быстып отырасыңдар бәрі. Пердені жапқаннан кейін күрескеге кірмеңдер вообще. Түсіндер ма? Мына музыка не мынау? Мен музыка. Я муслима емеспін, не мынау музыка? Бүгін прикинь. Деп қалайын. Бүгін біздің диджейдің туған күні. Ойлашы. Сол келе бар. Насыз бересің ба? Маған. Манты ма, 4 манты? Маған. Сен ергексің, 6 манты жейсің, 6 манты жейсің. Сосын? Нан ба? 2 лепешка. Маған. Не керек саған? Шай ма? Көк шай. Көк шай? Көк шай с молоком дайын. Сосын, не ғой? Сендер ридинг студентсіңдер ма? Онда сендерді зачаларыңа мороженое кетіп беремін, Жаным, мына қыздар білесің ба? Анау құрбыларына ұрысып қалған кезде бәрі сырларын еркектерге айтады екен ғой. Сосын анау қыздар еркектерге ұнау үшін бар ғой, не қылады екен ғой? Сіз деп сөйлейді екен ғой. Ондай да бар енді арасында. Сосын жігіттермен ұрысып қалған кезде білесің ба? Қайғылы история салып қояды ғой. Сен оның бәрін қайдан білесің? Прикинь. Бұны официант кешіп кетті ғой, қайда жүр? Басты, қара. Бас.
мына торт істеген ба не қылса торт осы рейтинг студенттер бәле ғой мә маңғыларын жейсіңдер ма болды ма жесейік ош талғат талғатсың ба иә Сүйіспедіңдер ме тағы? Нені? сенің жігітің ба кімсің сен сен мені танымадың ба талғат жоқ танымадым мен сенің қызыңмын ғой диана диана деген бар ғой абар қыз еді ғой Талғат, сенің көзің андай болған ба? өздерінше болыңдаршы муслимада 3 ай істеңдерші көрейік қандай болатынын мама ятырмасын деді ма мына қыл не мына қыл қыл администраторды шақыршы менің шашым жоқ менің шашым емес анау Администратор шақыршы. күнше оған дүкендетіп не Шақырсай? сен мусульманға жұмысқа алыңдар білесің ба мен сияқты боласың түсін ба администратор керек па сендерге алманы жеп қой шақырып келемін администратор түсіндіңдер ма бош вообще не болды тағы не білдір мен білдірген жоқ аналар білдіріп отыр не болды Шаш. ахмеди Данияр? ош талғат диана даусың күшті ма ағайын болды бүкіл киноны көрсетесің ба артымызда лед экран шегінерге жол жоқ рахмет құрметті достар сіздермен бірге болған рудный драмасы дулат және де Америка Чикаго рахмет Чикаго облысына көп қайырлы кеш ассалаумағалейкум рудный халқы бір қошемет соғып қойыңыздар командаларға бір қошемет соғып қойыңыздар еңбек бұның бәрі ең бастысы ойын барлығы бір деңгейде өтті ештеңе айтудың қажеті жоқ тек сәттілік жасай беріңдер еңбектерің жана берсін сол қошемет рахмет мына ойын туралы айтшы үздік ойыншы береді ғой қайырлы рудныйдың көрермендері жайдарман қалай болды жалпы келгендеріңізге рахмет осындай боранды күнде командалар қолдап бүгін командалар финал болған соң дайындалып келгені ұтты мүмкін бақ шапты мүмкін бас шапты ешкімге ренжімейді деген ойдамын маусымның үздік ойыншысын Рудлайф премьер лиганың үздік ойыншысын айтып жатыр енді Қостанай облыстық ашық лигасының үздік ойыншысы табыстасын деп бүгінгі ойынның үздік ойыншысы Омар ұрпақтары Нұрбек Айтжан қадірлі қымбатты жайдарман сүйер қауым жайдарманға қош келдіңіздер мінекей әне дегенше финалға да келдік финалда теміртау келе алмай қалды белгілі бір себептермен ал енді үшінші орын жас сарбаздар
айтайыншы родной халқы. Енді да прикинь, орын беру бізге нәсіп етіп отыр екен. Осы ойына бір сөз кездесіп қалды, бір күшті бір сөз болды. Қатты сынамаңыз деген. Жігіттер не үшін сынамаймыз біздер? Бүгін финал. Финалға кімдер шығады? Ең мықтылар шығады. Дұрыс емес пе? Сол үшін қатты сынадық бүгін. Сосын андай бір әнде бір сөз болды, текст болды. Чемпион болған қалай деген. Чемпион боласын дайындалсаң, сол кезде ғана чемпион боласың. Бүгінгі ойын күшті өтті, және де бүгінгі ойынның екінші орны вице-чемпион атағын алатын менің сүйікті командам Техас Жайдарман тобы. Қайырлы күн, қымбатты достар, Жайдарман сүйер қауым. Орманда ит пен бала ғана құтырады дейді, сол себептен бүгін Жайдарманға келгендеріңізге мың алғыс, рахмет. Жайдарманшыларға рахмет, жалпы маусымға рахмет. Енді командалар, бір айта кететін екі жайт бар. Біріншіден, Техас екінші маусым бойына өз чемпиондығын қорғап қалуға деген жалған ақпарат. Сіздер былтыр Рудный қалалық лиганың чемпионы болғансыздар, сіздер премьер лиганың чемпионы болған емессіздер. Соны ескеріңіздер. Әлде жетекшілеріңіз құлаққа теуіп жүрді ма, сондай бірдеңе. Екіншіден, әдейі жеңілтіп тастадым. Техасты көрермен көріп отыр. Өткенде өзіміз қалғанда, Жайдарманшылар өзіміз қалғанда, осы жерде жартылай финалда айттым, сендер әлі жассыңдар, қатын, төсек туралы айтатын жасқа жеткен жоқсыңдар деп. Бүгін сәлемдесулерін полностью қарағанның материалымен келіп отырсыңдар. Екі сөздің бірі қатын, одан кейін класстастарын шығарып қойып сиыр дедіңдер. Ренжімеңдер жігіттер, мынандай материалмен сендер алысқа бармайсыңдар. Ренжімеңіздер, кешірім сұраймын, ары қаратай. 12,8 жас сарбаздар, рахмет, жас сарбаздар өте жақсы, қарқынды дамып келе жатсыздар. Сәл дайындық жетіспей қалды, бірақ сіздерден болашақта үлкен үміт күтеміз. Әрқайсыңыздан әрине, бірақ бүгінгі ойында дайындық жетіспей қалғаны көрініп тұр. Техас Қарағандыға бармай-ақ қойыңыздаршы өтініш. Өспейтін лигаға барудың қажеті жоқ, өшетін лигаға барып өшіп баратсыздар. Екінші орын 13,4 ұпай, 13,6 ұпай, Чикаго бүгінгі ойынның жеңімпазы чемпион. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жүздескенше рахмет барлығыңызға. Чемпион ғой, чемпион 2019 деймін бар, айтқан сөзім тұрамын. Шымкент шаһарға келін болып кеттің